Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 70-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Everyday English 5G. Describing a past event. Exercise 1. Бірінші тапсырма. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. How are you today, Sam? Sam, бүгін қалың қалай? Much better, thanks. Әлде қайда жақсы, рахмет. It's a pity you couldn't make it. Өкініштісі, сен үлгере алмадың. No, she wasn't. She was ill. Жоқ, ол болмады. Ол ауырып қалды. Matt's costume was fantastic. Меттің костюмі керемет болды. What was he? Ол не болды? I don't believe it. Мен оған сенбеймін. Келесі жаттығу exercise 2. Екінші жаттығуымыз The sentences above are from a dialogue between two friends. What is the dialogue about? Listen, read and check. Жоғарыда көрсетілген сөздер екі достың арасындағы сөздер болатын, және де төмендегі диалог не туралы тыңдалымды тыңдап, оқы және тексер деген. How are you today, Sam? Sam, бүгін қалың қалай? Much better, thanks. How was Mark's party? Әлде қайда жақсы, рахмет. Марктың кеші қалай болды? It was great. It's a pity you couldn't make it. Тамаша болды. Өкініштісі, сен үлгере алмадың. I know. So, who else was there? Мен білем, онда тағы кімдер болды? Jane, Scott, Matt, you know all of Mark's classmates and his cousins. Jane, Scott, Matt, және сен білетін Марктың сыныптастары және оның туыстары. Was Lucy there? Lucy сонда болды ма? No, she wasn't. She was ill. Жоқ, ол болған жоқ. Ол ауырып жатты. Did you have a nice time? Сендерде жақсы уақыт болды ма? Yes, we did. The music was great and the food was delicious. Иә, бізде жақсы уақыт болды. Әндері тамаша болды және тамақтары өте дәмді болды. Matt's costume was fantastic. Меттің костюмі фантастикалық болды. Really? What was he? Шынымен бе? Ол не болды? He was a dragon. Ол айдақар болды. I don't believe it. Could he move around? Мен оған сенбеймін. Ол жан-жағына қарап айнала алды ма? No, he couldn't, but it was okay. He was the DJ. Жоқ, ол айнала алған жоқ, бірақ онда бәрі жақсы болды. Ол DJ болды. Бұл диалогымызға біздің жауабымыз The dialogue is about Mark's party. Бұл диалог Марктың кеші жайлы. Келесі жаттығуымыз exercise 3. Үшінші жаттығу Read the dialogue. How was Bob's weekend? Диалогты оқы және Бобтың демалыс күндері қалай болды? Диалогты қазір ғана аудармасымен бірге оқып шық. Бұл тапсырмаға біздің жауабымыз Bob had a nice time at Mark's party at the weekend. Демалыс күні Марктың кешінде Бобта жақсы уақыт болды. Келесі тапсырма exercise 4. Төртінші жаттығуымыз A тапсырмасы Find sentences in the dialogue which mean. Диалогтың ішінен мына сөйлемдермен мағынасы бірдей болатын сөйлемдерді тап деген. How are you feeling today? I'm sorry you weren't there. It was amazing. Was it fun? You must be kidding. Біздің жауабымыз How are you feeling today? Бүгін сен өзіңді қалай сезініп тұрсың? Осыған ұқсас біздің диалогтағы сөйлеміміз How are you today? Сенің бүгін қалың қалай? It was amazing. Бұл таң қалдырарлық болды. It was great. Бұл тамаша болды.
I'm sorry you weren't there. Кешірім өтінем, сен бұл жерде болмадың. It's a pity you couldn't make it. Өкініштісі, сен үлгере алмадың. Was it fun? Көңілді болды ма? Did you have a nice time? Сенде жақсы уақыт болды ма? You must be kidding. Сен әзілдеп тұрған болуың керек. I don't believe it. Мен бұған сенбеймін. Міне оқушылар, бұл 4-ші жаттығуымыздың A тапсырмасының дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма 4-ші жаттығуымыздың B тапсырмасы. Say the sentences in exercise 1 in your language. Бірінші жаттығудағы сөздерді өз тіліңде айт деген. How are you today, Sam? Sam, бүгін қалың қалай? Much better, thanks. Әлде қайда жақсы, рахмет. It's a pity you couldn't make it. Өкініштісі, сен үлгере алмадың. No, she wasn't. She was ill. Жоқ, ол болмады, ол ауырып қалды. Matt's costume was fantastic. Меттің костюмі керемет болды. What was he? Ол не болды? I don't believe it. Мен бұған сенбеймін. Келесі тапсырма exercise 5, 5-ші жаттығуымыз. Listen to the dialogue. Take roles and read it out. Mind the intonation. Бұл тапсырмада диалогты тыңда және рөлге бөліп оқы деген интонацияға назар аудару керек. Бұны өздерің оқи бересіңдер, тек оқу керек диалогты. Келесі тапсырма exercise 6, 6-ші жаттығуымыз. Your friend Сәуле wants to find out how your weekend was. Act out your dialogue. You can use sentences in exercise 1 and from the dialogue in exercise 2. Сенің досың Сәуле сенің демалыс күнің қалай өтті, соны білгісі келіп тұр. Және сен диалогты рөлге бөліп орындап шық деген. Және де бірінші жаттығудағы және екінші жаттығудағы сөйлемдерді қолдануларыңа болады. How are you feeling today? Сен бүгін өзіңді қалай сезініп тұрсың? I'm fine, thanks. Мен жақсымын, рахмет. How was your weekend? Сенің демалыс күнің қалай болды? It was funny. I went to the zoo. It's a pity you couldn't make it. Бұл көңілді болды. Мен хайуанаттар бағына бардым. Өкініштісі, сен үлгере алмадың. I know. So, who else was there? Мен білемін. Сонымен, онда кімдер болды, тағы кімдер болды? Әсел, Жанар, Дамир. You know some of my classmates. Әсел, Жанар, Дамир болды. Сен білетін, менің бірнеше сыныптастарым болды. Did you have a nice time? Сенде жақсы уақыт болды ма? Yes, we did. Иә, бізде жақсы уақыт болды. The animals were so cute. Жануарлар өте сүйкімді болды. Міне оқушылар, бұл біздің 6-шы жаттығуымызға жауабымыз. Бүгін сендермен 70-ші беттегі тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше назарларыңа рахмет.